сәлеметсіздер ме? Салем. 안녕, 여러분. 안녕하세요. Так. кішкене адамдардың жиналғанын күтейік, иә? 안녕하세요. Айша, 안녕. 안녕. бүгін бізде соңғы күн, иә? қалай сіздерге результат бар секілді ме? Марафоннан жарайды алған әсерлеріңізді кейін сұраймын, иә? 5 күндікі біткеннен кейін. Так, біздің қалған марафонға қатысушыларымыз қайда екен? Ұйықтап қалды ма екен? Тағы бір 2 минуттай күтейік, иә? Содан соң бастай берейік. Қазір кіріп отырғандар үй жұмысын жібердіңіздер ме? Бүгін үй жұмысын көп адам жібермеді ғой. Соңғы күні. Бүгін наконец-то санап үйренеміз. Негізі санау деген ол тіл үйренгенде ең басында үйренетін нәрсе, иә. Бірақ корей тілін үйренген кезде санауды көбіне кейінге қалдырады. Неге? Өйткені біздегідей бір ғана санау жүйесінен тұрмайды. Кәріс санау жүйесі оларда мысалға сағатты айтқан кезде басқа сандарды айтып, минутты айтқан кезде басқа сандарды айтып, сонда 2 түрлі санау жүйесі бар. Яғни біреуі жақсы, жарайды. Мен онда комментарийді өшіріп бастай беремін, иә? Сонымен 2 түрлі санау жүйесі бар дедік. Біреуі Қытай тілінен енген сандар, Sino-Korean numbers деп айтады. Екінші, жоқ, Қытай тілінен енген сандар, біреуі таза Корейдің өзінің сандары. Яғни сан дегеніміз ең алдыменен сіздерде бағдарламада жаздым ба, жазбадым ба? Суджа деп жазылады. Сан дегеніміз бүгінгі тақырыбымыз мынау, иә? Суджа, сандар. Енді бұлар 2-ге бөлінеді дедім. Біреуі Қытай сандары, біреуі кәрістің өздерінің табиғи сандары. Енді осы жердегі мына Қытай сандары жыл айтқанда ай, күн, сағат емес, минут айтқанда секунд, тағы мысалға өлшем бірліктер, иә, килограмм, грамм, метр, литр деген секілді нәрселерді айтқан кезде, және телефон номерін айтқан кезде, және ақша, иә? Осының барлығын айтқан кезде мына Қытай сандары қолданылады. Ал кәріс сандары қолданылады, когда адамның жасын айтқан кезде, сағатты айтқан кезде, санаған кезде, мысалы біз бір нәрсені 1, 2, 3, 10-ға дейін санайым, тығыл деген кезде, я болмаса 1, 2, 3-ке санайым, жүгір деген кезде, яғни санау, иә? Санақта, жаста, сағатта, санақта, және қандай да бір заттардың, адамдардың мөлшерін айтқан кезде осы
кәріс сандары қолданылады екен. Енді біз бүгінде сабағымызды екі бөлікке бөліп өтеміз. Соның бірінші бөлігін осы мына Қытай сандарына арнаймыз. Яғни Қытай сандары кеттік олай болса. Бір бізде ил болады. Бір. Екі бізде и. Жазып отырамыз, ілесіп. Үш бізде сам. 4 са. 5 о. 6 юк. 7 чел. 8 пал және 9 ку. Яғни ил, и, сам, са, о, юк, чел, пал, ку. Бұл Қытай сандары. Қазір жазып отқанымыз, төбеге жазып қойайық. Қытай сандары. Так, осылай 9-ға дейін бір жазып алайық. Енді ондықтарға кеттік, 10. 10 бізде шип. Енді, мысалға 11 жасау үшін 11 тең бізде 10 қосу 1 ғой. Сонда шип ил болады. Шип ил. Келесі 12 мысалға. 12 бізде 10 қосылған 2, яғни шип и болады. Жасау оп-оңай екен, Яғни осылай кете береді де, ең соңында 19-ымыз, ол 10 қосылған 9 ғой. Сонда шип ку болады. Шип ку. Келесі ондықтарды біттік, енді 20-лықтарды айтайық, 20 бізде 2 мен 10-ның көбейтіндісі, 20 тең. Яғни 2 бізде и, 10 бізде шип. Яғни 20 болады и шип. Сонда ойша екеуінің ортасында бір көбейту бар деп есептейсіздер, 2 көбейту 10 ғой 20, и шип. Енді 21. 21 дегеніміз 20 қосу 1 ғой. Яғни 20 бізде и шип болды, 1 бізде ил. Сонда 21-міз болады и шип ил. Дәл солай 22. 22 ол 20 қосылған 2, Яғни 20 бізде и шип, 2 бізде и. Сонда 22 болады и шип и болады, Осылай кете береді, ең соңында 29-ды жазайық. 29 бізде 20 қосу 9 болса, 20 бізде и шип, 9 бізде ку. Сонда болады и шип ку. И шип ку. Осылай кетеді, енді 29-дан кейін 30, 30-дық. 30 бізде тең болады 3 пен 10-ның көбейтіндісі емес пе? Яғни 3 бізде сам, 10 дегеніміз шип. Яғни 30 дегеніміз болады сам шип болады. Мен жазбашамен жазып атырмын, сіздерге түсінікті болатын жер, сам шип. Ал 31 дегеніміз 30 қосу 1, Яғни 30-мыз бізде сам шип болды, 1-міз ил. Яғни сам шип ил. Осылай кете береді, 39-мыз болады. 30 қосу 9 ғой. 30 бізде сам шип болды. 9 ку. Яғни сам шип ку. Осылай. Келесі. Енді 40-тықтарға келейік. 40 дегеніміз бізде 4 көбейту 10. 4 бізде неше еді? Са шип. Сонда 40 дегеніміз тең болады екен. Са шип. 41. 41 өздеріңіз тура жоғардағыдай 40 қосу 1. Яғни 40 бізде са шип, 1-міз ил, Яғни 41 тең болады. Қанша? Са шип ил. Осылай кете береді, мысалға са шип и, са шип сам деп ең соңында 49-ды жазайық. 49 ол 40 пен 9-ның қосындысы. 40 бізде са шип, 9 бізде ку, яғни са шип ку болса 49. Кеттік. Келесі 50-лікке көшейік. 50 бізде ол 5 пен 10-ның көбейтіндісі десек, 5 бізде жаңа қанша болды? О болды,
10 дегеніміз шип, яғни 50 болады. О шип. 50 біріміз тура жоғардағы мысалдардағыдай тең 50 мен 1-дің қосындысы болғандықтан 50 бізде о шип. Соны бірінші жазып аламыз. О шип біріміз қанша еді? Ил, е? Сонда болады о шип ил, 51. Яғни осылай кете береді. О шип и, о шип сам, о шип са, о шип о деп. Ең соңында 59, е? Ол 50 мен 9-ның қосындысы тең болады о шип ку. Келесі кеттік. 60-тықтар. 60 бізде өздеріңіз білетіндей 6 мен 10-ның көбейтіндісі. 6 бізде юк болатын, 10 бізде шип болатын. Сонда юк шип болады екен 60-мыз. Юк шип. Келесі 61 десек, 60 қосу 1 ғой. Яғни 60-мыз юк шип. Юк шип. Плюс біріміз ил. Юкшип ил. Осылай юкшип и, юкшип сам, юкшип о, юкшип са деп кете береді. Ең соңында 69-ды жазып салайық. 60 қосу 9, е? Яғни юкшип плюс ку. Яғни юкшип куымыз 69 болды. Кеттік. Келесі 70. Қазір сандарды 100-ге дейін жазып болғаннан кейін бұларды қолдану ережесін түсіндіремін, е? Кеттік. 70 бізде 7 көбейтілген 10. Яғни 7 бізде бағана не болды? Чел болды. 10-ымыз шип. Чел шип. 70. 71. 70 қосу 1 ғой. Сонда болады 70-іміз чел шип. Чел шип. Біріміз ил. Чел шип ил. Осылай кете береді. Чел шип и, чел шип сам, 73, е? Чел шип са, 74, чел шип о, 75, осылай кете береді. Ең соңында 79-ымыз. 70 қосу 1 ғой. 70 бізде. Чел шип ку, я? Чел шип ку. Кеттік. Келесі 80. 80, 8 мен 10-ның көбейтіндісі. 8 бізде пал шип болады сонда. 10-ымыз шип, 8-іміз пал. Пал шип. 81. 80 қосу 1 ғой. Сонда 80-іміз пал шип. Плюс 1-іміз ил. Пал шип ил. 82. 80 қосу 2 болса, значит, 80 пал шип. Плюс и, я? Пал шип и. 2 мінеқта. И еді ғой. Пал шип и. Осылай кете береді да, ең соңында 89-ымыз. 80 қосу 9 ғой. Яғни болады пал шип ку. Осымен 80. Ал енді 90. Ол 9 көбейтілген 10. 9-ымыз ку етін, 10-ымыз шип етін. Яғни ку шип болса 90 болады екен. 91-де дәл солай. 90 мен 1-дің қосындысы. Яғни 90-ымыз ку шип. Ку шип плюс 1-іміз ил. Ку шип ил. Осылай ку шип и, ку шип сам тоже кете береді. Ең соңында 99-ымыз. 90 қосу 9, е? Тең. Ку шип ку. Осымен 99-ға дейін біттік. Енді 100-дік. 100-дік Қытай әрпіндегі 100 бізде бек. 100. 100, е? Бек. Енді мысалға 190 любой кез келген жазып көрейік. Мысалға 127 болсын, е? 127. Бірінші 100-ді жазып аламыз. Бұл 127 дегеніміз 100 қосу 20 қосу 7 ғой. Сонда бірінші 100-ді жазамыз. Бек. Бек. 20 дегеніміз 2 көбейтілген 10, е? Яғни и шип. Ең соңында 7-ні жазып аламыз. Чел. Түсінікті ғой, 127, сонда бек и шип чел болады. Мысалға тағы да кез келген 100-бен айтылатын бір сан жазып көрейік. Мысалға 140 балл, е? 11-ші класс оқитындарға өте керек балл. 140. 140 бізде 100 қосу 40. 100 қосу 40, е? 40-тың өзін бұлай жіктеледі. 40 ол 4 көбейтілген 10. Яғни бұлай жазамыз. 100-ді жазамыз, 4-ді жазамыз, 10-ды жазамыз. 100 бізде бек
40 бізде 4 пен 10-ның көбейтіндісі, яғни сашип, бек сашип болса 140 болады екен. Осылай кете береді. Ең соңында 199-ды жазатын болсақ, ол бізде 100 қосу 90 қосу 9-ның қосындысы ғой. 90 ол 9 бен 10-ның көбейтіндісі. Сонда былай жазамыз. 100-ді, 9-ды, 10-ды, ең соңында 9-ды жазамыз. Сонда болады. Бек. Мынау кетті. Енді мынаны жазамыз. Кушип. Мынау екеуі, кушип 90. Ең соңында 9. Бек, кушип, ку. 199. Ал енді 200 дейтін болсақ, 200 бізде 2 көбейтілген 100 ғой. Яғни тең болады и, 2 дегеніміз и, 100 дегеніміз бек, яғни и бек. Осылай кете береді. Мысалға 500 дейтін болсақ, ол 5 көбейтілген 100 ғой. Сонда 5 бізде о, 100 бізде бек, яғни о бек. Түсінікті ғой. 100 осылай кете береді де, 100-тіктердің ең үлкен саны 999, е? Осыны жазып көрейік. 999 бізде 900 қосылған 90 қосылған 9 ғой. Осының ішінде 900-дің өзі ол 9 көбейтілген 100 деп жазамыз. 90-ды 9 көбейтілген 10 деп жазамыз. Сонда бірінші наны жазамыз. Кубек 900, е? Кубек. Екінші 90. Ол 9 бен 10-ның көбейтіндісі, яғни кушип. Ең соңында 9. Ку. Яғни кубек, кушип, ку дегеніміз 999 болды. 999-дан кейін уже бізде мыңдықтар кетеді, е? Мыңдық бізде Қытай цифрымен болады. Чон. Чон. Мың деген сөз. Мыңдық. Мысалға, кез келген санды алып көрейік, 1049. 1049 бізде 1000 қосылған 40 қосылған 9, е? Мыңның өзіне жеке сан бар, чон деген әріп бар. 40-қа жеке әріп жоқ, ол 4 пен 10-ның көбейтіндісі ретінде айтамыз. 9 өзіне әріп бар, сонда болады. Ең бірінші мыңды жазамыз. Чон. 40-ты 4 пен 10-ның көбейтіндісі ретінде жазамыз, яғни сашип ку. Чон сашип ку десек, сонда 1049-ымыз шығады екен. Келесі тағы да кез келген мыңдыққа саңғырап көрейік. Мысалға 1965 деге. 1965 бізде 1000 қосылған 900 қосылған 60 қосылған 5 қой. 1000-ның өзіне жеке әріп бар. 900-ға жеке әріп жоқ. Ол 900 пен 100-дің көбейтіндісі ретінде айтылады. 60-ға тоже жеке әріп жоқ. 6 мен 10-ның көбейтіндісі 5-ке өзіне бар. Яғни осылай айтып шығамыз. 1000-тікі өзінікін айтамыз. Чон. Мынау 900-ді 9 бен 100-дің көбейтіндісі ретінде айтамыз. Яғни кубек. Чон кубек. 60-ты 6 мен 10-ның көбейтіндісі ретінде. Чон кубек юкшип о. 1965 деген сонда чон кубек юкшип о болады екен. Яғни кез келген санды айтудың ережесі тағы да бір мысал түсініп тұру болу үшін мыңдықтың ең үлкенін алайын, 9999. Енді бұны айту үшін ең алдыменен жіктеп аламыз. 9000 қосылған 900 қосылған 90 қосылған 9 ғой. 9000-ның жеке өзіне сан жоқ, ол 9 бен 1000-ның көбейтіндісі ретінде айтылады. 900 9 бен 100-дің көбейтіндісі ретінде айтамыз. 90-ды 9 бен 10-ның көбейтіндісі, ең соңында 9 айта саламыз. Сонда 9 бен 1000-ның көбейтіндісі кучон болады, е? Кучон. 9 бен 100-дікі кубек. 9 бен 10-дікі кушип. Ең соңында 9, е? Ку. Сонда 9999 дегеніміз кучон, кубек, кушип, ку болады екен. Түсінікті ғой? Келесі, енді мыңдықтар біткеннен кейін бізде қазақ тіліндегі санау жүйесі мыңдықпен аяқталады ғой, бірақ кәріс тілінде мыңдық санау жүйесі емес, 10 мыңдық санау жүйесі. Яғни 10 мыңға жеке өзіне сөз бар деген сөз. Ол ман. Ман деген. 10 мыңдық. Яғни мысалға біз 100 мың дегенді алайықшы, 100 мың. Біз бірінші 100 және мың деп айтамыз ғой. Олар осы 100 мың дегенді 10 және ман деп айтады. Яғни төртеулікпен санайды. Біз сияқты үшеулікпен емес, төртеулікпен санайды. Мысалға кез келген 30 мыңды алайықшы. Біз 30 және мың деп айтамыз ғой. Олар осы 30 мыңды
3 және ман деп. Яғни олар осы 10 мыңдық жүйемен санайды. Келесі, яғни мыңдықтан кейінгі үлкен жүйе ман екен, иә, ман. 4 нөлі бар. Мысалға, 4 нөлі барға мысал келтіретін болсақ, мысалға 20 мың. 20 мың, иә. Олар 20 мыңды 2 және ман деп айтады. Біз сияқты 20 және мың демейді, 2 және ман. Яғни 2 бізде и етін, және 4 нөлді ман. Сонда иман 20 мың. Мысалға, жаңағы нені жазып көрейік, 100 мыңды. 100 мың. 100 мыңды біз 100 және мың деп айтамыз ғой, олар 10 және 4 нөлді қосып ман деп айтады. Яғни, шим ман. 100 мың. Шим ман. Дәл осы секілді. Миллионды айтып көрейікші, миллион. Миллионда бізде 6 нөл бар, иә? 3, 6. Біз айтамыз миллион деп. Бұлар оны үйтіп айтпайды. Мына 4 нөлді ман дейтін болса, мына жердегі 2 нөліміз біздің бек, иә? Бек еді ғой бағана 2 нөл, 100-дігіміз. Сонда миллионды олар бек ман деп айтады екен. Бек ман. Осымен сандарды осы жерден аяқтайық. Қытайлық сандарды. Так, уақытымыз 16 екен. Енді мен сіздерге түсіндіремін. Осы сандарды, Қытай сандары жаңа айттым, қандай жағдайда қолданады? Жылда, айда, минутта, секундта, және өлшем бірліктер килограмм, метр, секунд, метр, литр деген секілді. Және телефон нөмірін айтқанда, және ең соңғысы ақша айтқан кезде осы Қытай сандары қолданылады екен. Яғни таза Корей сандарына қарағанда Қытай сандары көбірек қолданады екен. Енді жеке-жеке тоқталайық әрқайсына. Ең бірінші әлгі жыл. Жыл деген кәрісше ньон. Мінекей. Ньон. Мынау жыл. Жыл айтқанда. Оған мысал ретінде айту үшін жаңағы Қытай цифрлармен жылды айтып аламыз да, қай жыл екенін айтып аламыз да, ньонды қоссақ, мысалы осындай жыл болады. Мысалға қазір 2019 жыл ғой. Осыны корейше айту үшін 2019-ды бірінші корейше айтып алайық. 2019 қалай еді бағана? 2000 қосылған 10 қосылған 9 ғой. 2000-нің өзін 2 көбейтілген мың деп айтамыз. 10 өзіне сөз бар, 9-ға сөз бар. Сонда кеттік. 2 көбейтілген 10-ымыз чон, 2 көбейтілген мыңымыз ичон, яғни 2000 шықты. 10-ымыз шип, ичон, шип, 9-ымыз ку. Сонда ичон, шип, ку дегеніміз 2019 деген сан шықты. Осыған ньон дегенді қосасақ, 2019 жыл деген сөз шығады. Кез келген тағы мысалға, Қазақстанның тәуелсіздік алған жылын айта салайық, 1991. 1991 жыл деп айту керек болса, 1991-ді алдымен қалай айтатын біліп алайық. 1000 қосылған 900, қосылған 90, қосу 1, 1000 өзіне жеке сан бар, сөз бар, чон деген. 900-ге ол 9 көбейтілген 100-дің көбейтіндісі ретінде айтамыз. 100-іміз бек, 9-ымыз ку, 90-ды 9 көбейтілген 10 ретінде айтамыз дедім, яғни ку, шип, 1-ге өзіне ил деген бар. Сонда 1991 деген қорытындылап жазатын болсақ, шығады чон, ку, бек, ку, шип, ил. Яғни 1991 чон, ку, бек, ку, шип, ил, жыл дегеніміз ньон. Яғни 1991 жыл. Сонымен Қытай цифрлары жылдарды айтқанда қолданады екен, Келесі айды айтқанда қолданады. Ол. Ол деген ай деген сөз. Бұл да осы Қытай цифрларымен қолданылады. Бізде мысалға орыс тілінде, ағылшын тілінде, қазақ тілінде айлардың жеке бір атауы бар, мысалға қаңтар, ақпан, наурыз деген секілді. Ал Корей тілінде арнайы әрбір айға арналған атау жоқ. Жаңағы айлардың реттік саны бар ғой, сол бойынша айтылады. Мысалға желтоқсан деген 12-ші ай, яғни желтоқсанды кәріс цифрларымен 12-ші ай деп айтады. Яғни желтоқсан, десембер деген секілді аттаулары жоқ. Декабрь деген секілді. Кеттік. Олай болса, бірінші айдан бастап жазып шығайық. Ең бірінші айымыз бізде қаңтар, Қаңтардың реттік нөмірі бірінші ай. 01-ші ай. Бір дегеніміз Қытай цифрымен қалай еді? Ил еді ғой. Ил және ай деген сөз ол.
ироль. Яғни қаңтардың атауы ироль екен. Оп-оңай, иә? Сан жаңағы айдың реттік нөмірі және оль деген сөзді қоссаң, солай шығады. Келесі екінші қаңтардан кейін ақпан, иә, бізде. Ақпанның реттік нөмірі екінші ай емес па? 02. 2 деген бізде корейше 2 еді, Қытай цифрымен айтқан кезде. Мына жақта емес, жоғары бетте. 2 дегеніміз и және оль деген сөзді қосаламыз, сонда екінші ай болып шығады. Екінші ай ақпан. Үшінші бізде наурыз, иә? Наурыз. Наурыздың реттік нөмірі үшінші ай календар бойынша. 3 деген Қытай цифрымен айтқанда сам, ай деген оль, самоль, наурыз. Төртінші апрель, сәуір. Сәуір бізде төртінші ай. Төртінші ай 4 деген Қытай цифрымен айтқанда са, және ай дегеніміз оль, саоль, яғни сәуір, саоль. Бесінші, кішкене ұқсайсы, саоль, сәуір деген сөздер. Келесі мамыр, иә? Май, яғни. Мамыр бізде реті бойынша 5-ші ай. 5 деген Қытай цифрымен айтқанда о, қасына оль жалғай саламыз, яғни ай деген сөзді. Оль, 5-ші ай, мамыр. 6-шы бізде шілде меді? Жоқ, маусым, иә? Июнь, маусым, 6-шы ай. 6 бізде қалай еді? Негізі юг етін, иә? Юг оль болу керек еді. Бірақ осы жерде мынандай қызылмен белгілеп қояйық 6-ны. Негізінде 6 деген юг қой, бірақ айды айтқан кезде к әріпі түсіріліп айтылады. Сонда осы 2 ай ғана ерекше болады. Жаттап алу керек. Ю, оль деп. Негізі 6 деген юг қой, бірақ ол кісі түсіріліп ю, оль деп айтылады. Яғни 6-шы. 7-ші айымыз шілде, июль. 7-ші. 7 қалай еді бізде? Чил еді, иә? Чил, ай дегеніміз оль. Чироль, шілде, чироль, шілде. 8. Бізде 8-ші айымыз тамыз, иә? Тамыз бізде реттік 8-ші ай. 8 бізде Қытай цифрымен паль етін. Пальге оль, яғни ай деген сөз жаласақ, пароль. Тамыз шығады. Келесі 9-шы бізде қыркүйек. Қыркүйек, нөмір 9-шы ай. 9 бізде Қытай цифрында ку етін. Куға оль жалғай саламыз. Ку оль, яғни қыркүйек шықты. Келесі 10-ды қай жаққа, ана бетке жазамын. Так, 10-шы тағы да 2 ерекшелік бар дедім, иә? 10-шы ай бізде қандай еді? Қазан. 10 деген қарсы цифрмен шип еді ғой. Шип, ай дегеніміз оль, шиболь болу керек еді, бірақ осы жерде де міне ерекшелік. Қазанда, жаңа 6-шы айда ерекшелік болды, және 10-шы айда шип оль болу керек еді, бірақ п-ны сызып, п түсіп қалады да, шиоль. Яғни қалған айлардың барлығы әріптері қалай солай жазыла береді, тек 6-шы айда к түсіп қалады, иоль болып, 10-шы айда п түсіп қалады, шиоль болып. Келесі соңғы айларымыз қалды, иә? 11-ші ай бізде қараша, иә? Қараша бізде 11-ші ай. 11 дегеніміз шип ил еді ғой, иә? Шип ил. Енді осыған оль жалғасақ, 11-ші ай қараша болып шыға келеді. 12-ші желтоқсан, декабрь. Желтоқсан 12-ші ай, яғни 12 деген Қытай цифрымен шип и етін. Шип иге оль сөзін жалғайсасақ, шип и оль желтоқсан шыға келді. Түсінікті ғой, иә? Сонымен Қытай цифрларын жыл айтқанда қолдандық, ай айтқанда қолдандық. Енді минут айтқанда, күн айтқанда қолданады дедім, күн. Күн деген бізде ил сөзімен жазылады. Ил. Ил деген амоним сөз. Бір деген мағынаны білдіреді, бағана. Қалай еді жақта? Ил. Бір еді ғой. Ил, и, самса деген. Ил.
бір дегенді білдіреді, әрі күн деген мағынаны білдіреді. Күн. Мысалға, бүгін нешесі? 13-ші, иә? Қаңтардың, қай еді өзі? Бізде қазір қай? Так, ноябрьдің 13-ші, ноябрь бізде 11-ші айы. Яғни 11-ші қараша деп айтып көрейік. Немесе қарашаның 11-і. Яғни 11-ші күн ғой. Қараша бізде шеп ирол етін жазамыз. Шеп ирол 11-ші күнді айту үшін тоже 11 дегенді Қытай цифрларымен жазсақ болды. 11 бізде шеп ир дегеніміз 11, қасына ил деген жағасақ 11-ші күн болады. Сонда шеп ирол, шеп ир, ил. Келесі. Мысалға кез келген 31-ші желтоқсанда алайық, жаңа жыл. Бірінші айды айтамыз. Желтоқсан бізде 12-ші ай, шеп иол етін, жазамыз. Шеп иол, яғни желтоқсанның болды 31-і деу керек. 31 дегенді біз қалай жазамыз? 30 қосу 1 ғой. 30 ол 3 көбейтілген 10. Кеттік, сонда 3, 11 деп жазамыз. Сам шеп ил, яғни 31 кетті. Енді күнді жалғау керек. Сам шеп ил, сам шеп ир, ил. Сонда 31-ші желтоқсан. Тағы да қандай тағы бір күнді айтып көрейік. Мысалға, так. 16-ші желтоқсанда айтайық, жарайды, тәуелсіздік күні. Бірінші желтоқсанда айтып аламыз. Желтоқсан шеп иол. 12-ші ай ғой. Шеп и дегеніміз 12, ай дегеніміз ол. Енді 16-шы күн деу керек. 16-шыны шеп 16 дегеніміз қалай еді? Шеп юк, Шеп юк, ең соңында күн, ил. Сонда шеп и дегеніміз 12, ол дегеніміз ай, 12-ші айдың шеп юк дегеніміз 16, ил деген күні. 12-ші айдың 16-шы күні дегеніміз 16-шы желтоқсан деген мағына екен. Сонымен жыл айтқанда қолдандық, ай айтқанда қолдандық, күн айтқанда қолдандық. Енді минут айтқан, күннен кейін негізі сағат болу керек қой, бірақ сағат айтқанда Қытай цифрлары қолданбайды, оған қазір келесі жарты бөлікте өтетін таза корей цифрлары қолданады. Келесі минут. Минут айтқанда да осы таза Қытай цифрлары қолданылады екен. Минут деген корейше бун, немесе пун, бун. Мысалға, 40 минут деп айтатын болсақ, 40 минут. 40 бізде сашип еді ғой. Сашип. Енді қасына минут дегенді айту үшін бун сөзін жалғай саламыз. Сонда сашип бун. 40 минут. Мысалға 28 минут деге. 28 бізде ишип пал еді ғой. Ишип пал. Енді қасына бун жалғайсақ, минут, 28 минут. Келесі, минуттан кейін секундта дедім, секунд. Секунд бізде корейше чо. Секунд деген мағынаны білдіреді. Чо дегеніміз мысалға 40 минут, 30 минут, 50 секунд деп айтайық, секунд. 30 минутымыз 31-ші 30-ды жазып алғамыз. 30 бізде самшип етін, самшип. Минутымыз бун, самшип бун. Енді 50 секунд деп көрік. 50-іміз бізде ошип етін. Ошип чо десек, 30 минут 50 секунд деген шықты. Яғни минут басынан бастап қайталайтын болсақ, Қытай цифрлары, яғни жаңағы ил, и, сам, са деп басталатын Қытай цифрлары жылда айтқанда қолданылады екен, айда айтқанда қолданылады екен, күнді айтқанда қолданылады екен, минутты айтқанда қолданылады екен, секундты айтқанда қолданылады екен, және ақшаны айтқанда қолданылады. Ақша мысалға біздің кәрістердің ақшасының 10 дедік.
біздің ақша кәрістердің алфавитімен жазсақ теңге, иә? Теңге. Яғни ақшаның мысалға мөлшерін айтасыз да, қасына 10 теңгені жалғай саласыз. Ақшаның мөлшерін айтқанда міндетті түрде жаңағы жоғарыда өткен Қытай цифрларын қолданамыз. Мысалға, қандай ақшаны айтайық? Қанша мөлшер айтсақ екен? Мысалға, жарайды. 25 мың дейікші. 25 мың теңге деп айтып көрейік. 25 мың теңгені айту үшін біз алдымен оны бөліп аламыз, е? Айттым ғой 10 мыңдық жүйемен өлшенеді деп, яғни 2 және ман бар бізде. 2 мен 10 мыңның көбейтіндісі 20 мың. Және 5 және чон бар. Чон бізде мыңның көбейтіндісі. Сонда бүйтіп айтамыз. И ман о чон деп, 25 мыңды. И ман, яғни 10 мыңдық жүйемен өлшенеді ғой, ана төртеуін өлшейді. Біз сияқты мынандай мыңдықпен өлшемейді. Иман 5 мың дегеніміз о-чон. Иман о-чон теңге, 25 мың теңге. Енді 25 мыңды 3-ке көбейтсек қанша болады? 60, 15, 75 ба? 75. 25 мыңды 3-ке көбейтсек, кәрістің воны шығар, е? 25 мың теңге кәріс вонымен 75 мың вон болады. Вон. Так, 75 мың вон дегенді айтып көрейік. Ол дегеніміз 7 және ман, және 5 және чон. Ман дегеніміз 10 мыңдық, чон дегеніміз мыңдық, е? Сонда айтамыз, 7 дегеніміз чил ман, о чон болады. Чилман о-чон 10. Яғни ақша айтқан кезде де осы Қытай цифрлары қолданылады екен. Мысалға кез келген 2000 теңге деп айтып көрейік, 2000 теңге. Бұл 2 көбейтілген мың, е? 2-міз бізде и, мыңыз бізде чон. Сонда и чон теңге. Болмаса 525 теңге дейік. 500-міз бізде 500 қосылған 20 қосылған 5 қой. 500-дің өзі 5 көбейтілген 100. Яғни надан бастап айтамыз. 520. 20-мыз бізде 2 көбейтілген 10. Яғни 5, 100, 2, 10, 5 дегенді айтсақ болды. 5 бізде о-бек, 500. 2, 10-мыз бізде и-шип, және о. О-бек и-шип омыз 525 болады екен. Түсінікті ғой? 525 теңге немесе 10, ақша айтқанда қолданады. Так. Осымен Қытай цифрларын аяқтаймыз. Бізде уақытымыз 33 кетіпті. Бірінші бөлімді осымен аяқтап, екінші бөлімде енді таза Корей цифрлерін түсіндіремін. Қазір не қосайын? Қалай, Қытай цифрларына қатысты не бар ма? Сұрақтар бар ма? Былай қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ қайталап жаттасаңыздар оңай нәрсе, е? Телефон номерін айтқанда дегенде осы Қытай цифрларын қолданады. Мысалға, мен өзімнің телефон нөмірімді Қытай цифрмен айтып көрейін, қазір. Біз секілді мысалға 8, 707 деп бүйтіп айтпайды, олар әр әріпті жеке-жеке айтады. Қазір түсіндірем. Корейше телефон нөмерін айтып үйренейік. Менің нөмерім мысалға мынау. 8, 707, 504, 95, 59. Біз осылай бөліп айтамыз ғой. Олар әр санды 8-ді бөлек, 7-ді бөлек, 0-ді бөлек, 7-ді бөлек сөйтіп айтады. Яғни 8, 7, 0, 0-ді айтпаппын ғой. 0 дегеніміз коң болады. Коң. 8, 7, 0, 7, 5, 4, 9, 5, 9. Яғни нөміріңізді осылай жеке-жеке айтасыз. Түсінікті ғой? Тағы да 8, 7, 0, 7, 5, 4, 9, 5, 9. Менің нөмерім корейше айтқанда. Олай болса, бірінші бөлімді осымен аяқтаймыз да, екінші бөлімде қазір мен сіздерге таза Корей цифрларын түсіндіремін. Хана дөлсет деп басталады, не? Жақсы, екінші бөлімде кездесеміз.